Балалардың құлағы шалмаса игі еді. Келеміз деп жандар қалмайды-ау. Қайтып келеді. Пойыздың билеті күн сайын құтырып тұр. Удай қымбат. Кім алады? Қарыз алып той тиіп қалмасын де. Қап құдай-ай, қайдан ғана өстіп. Ақыр ұрынып тынды. Қырсыққан ит қыңыр жүгірдінің кәрі де. Кемпір демей кемпіш дейтін үйреншікті дауыс жоғалып еді. Түскі шайын да алаңсыз қанып іше алмаған. Қалдығыз кемпір елегізіп үйге сыймады. Қақпаны сықырлатып сығалағанымен ешкімді көре алмай, кәлөшін тырпылдатып, аулада әрі-бері көңілсіз жүргеннен басқа қолына не келеді. Отағасы Шалғыбайды аяқ астынан ауруханаға алып кететінін кім білген? Бұған дейін ауырып, дөгдірге жатып емделген еместі. Қараш енді. Өмірі үйде сопиып, жалғыз қалып көрмеген кемпірі дағдармағанда кім дағдарады? Қырсық десе де шалының тыпырлап үйде жүргені жақсы екен. Бір-біріне ес боп жүретін. Әй, расында да қырсық десе қырсық. Айтқанға көнбейтін, ешкімді тыңдамайтын қыңырдың қыңыры. Балаларының жер түбіндегі ауылда қимайтын не қалды? Құжынаған қарашыбы мен самсаған сармасаның талауында қала бересіздер ме? Қалаға көшсеңіздерші, дегенне пысқырмай беттерін қайтарып тастағанда сол мінезі. Ашуы аяқ астынан ұйтқып шыға келетін құйын. Төбесінен түлен түрткендей түтігіп кетеді. Оңашада шүйіркелескенде өзіңді өзің ұстасаңшы, не болды шала бөлініп? Баяғыдай жаланған жас емессің. Жоқтан өзгеге ашуланып не көрінді деп сырласқансып, жұмсақтап ұрсып алушы еді. Сол ұрсудың астарында шүйкедей қара кемпірдің өзіне ақыл айтып, сақтық қамын жасайтынын алаңғасарлау, ұрма терме шалы аңғара қоймайтын. Әлде іші сезсе де сыр бермей ме? Ит біле ме? Шаруаға қырсыз жұбайының шатақ тесе шабынып, өдеп беретін ұстамасына кемпірі үйренгелі қашан. Немерелерім жесінде беккен көкөністі жұптасының мәпелеп жүргенін көрген шалдың қалап алған шаруасы бақшасына арық пен су айдап әкелу ғана. Жолшыбай кім суды бұрып алса, соның үйінің қасында шақ-шәлекей төбелес. Ескерту жасап, алдынан өту дегенді қаперіне ілмейтін шақарың бара сала періп кеп жібереді. Өзі сабаса да, өзгеден таяқ жесе де сол әдетін қоймай, ақыры мінекей. Бірақ бір есептен шалда кінә жоға осы. Осы шатаққа икемдеген құдай білет ескі шелек. Жаңа кезінде сүп сүйкімді күмістей жылтыр шелек кәртегенде бұрынғыдай сүт тасу құрметінен айырылған. Енді осы үйдің қарабайыр күйбеңімен күн сайын даңғырлап жүруге мәжбүр. Бұл шелек теңкейіп текке жатқан емес. Шалдың қу бұтақтай тарбиған саусақтарына ілініп, аула мен бақшада бармаған жері қалды ма? Күніне 2 рет бақшаның басында арқандаулы бұзауға су апарады. Бедіреген бетон ақырға күн жара салады. Жайқалып келе жатқан көкөніске күшеніп, қара қорда тасиды. Бұтарлаған отынды, шашылған жаңқаларды жалықпай жинап, монтиған ақ самауырының қасына шашпай төгеді. Жазған құлда шаршау жоқ деген. Аулада әлде қайдан қағылестеп келіп, үсіріне құлаған қоқыр-соқырды қойнына сықап алып, елеусіз көз тасаға жасырып баққан далбасаға да күн сайын куәгер. Осылайша кәделі құралдың бірі есебінде аман-есен өз күнін өз көріп жүреді. Ойламаған жерден бір талайдан бері суық қаруға айналып шыға келгені. Әйтсе де гәпті бастаған шелек емес, қызыл сиырдың қызыл бұзауы. Ол шіркін арқандаулы тұрса да ары-бері ұмтылып ойнақтап алады, немесе басын төмен салып кегжиіп шегіншектейді. Қанша күшенгенімен құрдан құраған ескі ноқтаны үзіп кете алмай мысық үрейді. Бірақ қашан еді құдай-ай жаңыла беретін несі? Әйтеуір осыдан біраз бұрын арықтағы су тоқтап қалғанға не болды деп әп-сәтте оянып, қалшылдап кеткен қояншығын қойдыра алмай, соның үрей соғымен жұлқынып шыққан шалдың түтігіп, бәлелі жерден кінәрат іздеп кеткені. Сосын, кемпір нан әкеле қояйын деп дүкенге бет алмап еді. Олардың ұзағынан күтіп тұрғандай-ақ тозыңқы ақжем ноқтасы ойда жоқта үзілген бұзау бақшада әбден ойнақ салсын. Ал кеп шапқыласын. Ал кеп масайрап сартабайды салсын.
Дүкенге барған абысын ажын мен әжік-күжік әңгімесін қайырмадан қиып тастай алмай, үйіне әзер бет бұрған кемпір келгенше, көшенің сонау басындағы су жымқырған пысықай ұятсызбен қуып жүріп төбелескен иткөз арық шалдың сілесі қатып әбден шаршаған. Қалған сойқанды біраздан кейін сыйлауға уәде беріп, үйден тыңайып, күш жинап оралғанша әлі жөнді ақыл кірмеген, әбден іш пысқан, есірік бұзау бақшаны әбден майқаңдаған. Үйге алдымен жеткен шалдың астан кестенді көргенде кәрі жыны қайта қозғаны сонша, кішкене демалуға да шыдамы жетпей, көзі қарауытып тұра ұмтылды. Жолда кіржиген ескі шелекке бәтеңкесінің тұмсығы тиіп кетіп, омақаса құлағанда ашудан жарылып кетпегеніне шүкір. «Әх, әкеңнің сенме!» деп аяқтан шалғысы келгендей жол тосқан шелекті қаңғырлатып, олай бір, бұлай бір тепсіңгеп. Үсті-үстіне төпелеген соққыдан байғұс шелек қаңғырлап, ойбай салмай қайтсын. Қораның қасында арда домалайды, берде домалайды. Қарсыласар қауқары жоқ қаңылдыр ауланы басына көтеріп, ойбайлаудан тынбаса да, арашаға аяқ астынан кім келе қойсын. Дүкеннен келген қалдығыз кемпірдің зәресі ұшады. Шалым жынданып кетті ме деп. Апырмай, әнеу күні тағы біреумен төбелесіп, одан кейін шақырып алған тергеушіні тілдеп, әрең құтылып еді. Миына бір зақым келмеді ме деп. Көтек, не болды, не болды? Білегіне жармасса да, мықыр тарамыз кәрі күйеуі әлберсек әнеки. Ой, кетші бұлай. Адам өзі ашуланып, аулаға сыймай жүрсе. Сөзін шыбын шаққан құрлы көрмеген кемпірін бұлай бір итеріп тастағанға тәлтіректеп, құлай жаздаған шалдың ашуы дуылдай түседі. Қызыл айранданған көзі шақшиып, кінәлін іздейді. Әна бұзауды кім арқандап еді? Сен ғой. О, Құдай, демде ұмытып қалдың ба? Бағана мен сиырларды өріске айдап кеткенде өзің апармап бедің? Мен екем ғой. Ой, әкеңнің, бәрібір кінәлі мен емес, сол бұзаудың өзі. Қызыл болған соң, қызыл көздің нағыз өзі сол. Шал ырсылдап, черекті ала сала, бақшаға қарай тапырақтап жүгіреді. Кемпір нанды апарып шай қоя берейін, бұзауды байлап келе берер деп үйге бұрылады. Сырттағы шаң-шұңға мән бермейді. Шай қайнаса да, бақшада бұрқыраған айқай тоқтаса гәні. Бұрқ-сарқ қайнаған жыны басылмай, дастарханға кім келуші еді? Шыдамаған кемпірі шайға шақырғалы барса, шалы бұзауды әлі қуып, шелекпен төпелеп жүр. Ой, бұл обал емес пе? Өлтіресің ғой. Ой, әтәсін, мұндай сұмырайды ұрып өлтіру керек. Ұрып, қарасаңшы әне, еңбекті еш қылды. Борыл мұрттың шалғысы бір көтеріліп, бір басылып, жыбыр-жыбыр. Қауіптенген ақылды кемпір бетіне алып салғыласпайды. Ал енді адамды бұлай қойып, бұзаумен төбелескен шал осыдан кейін оғаш әдетін қойса бола ма? Қайдан? Ақыры мінекей той тиіп. Осы жуықта ғана көкөністі суғарып жүргенде арықта алаңсыз бұраңдап, сылдырап жатқан судың жылан жұтқандай жоғалғаны. Демек, тағы бір найсап бұрып алғаны. Шалдың қояншығы озып, тағы да қораның бұрышында жол тосып жатқан шелекті қолына ала кеткені. Әй, оны не қыласың деуге кемпірдің жүрегі қалай дауаласын. Қой шығырсын, ілінсіп жүрем бе деп ләмем демеген. Сол кеткеннен шал мол кетті. Бірталай уақыттан кейін көшенің жоғарғы жағында тұратын сабан шаш, жұқалаң сары Нұхан деген жігіт, шалыңызды жедел жәрдем алып кетті апа, кешіріңіз деп келіп тұр. Мәссаған, үйден аман-есен кеткен адамды аяқ астынан ауруханаға алып кеткен несі? Нұханның түсіндіруінше мән жай былай. Ауылға жаңадан көшіп келген біреу кімнің кім екенін қайдан білсін? Айғайға құлықсыз ауылдың сырмінез кісілері шатақ шалдан ығысып, кешірім сұрап қоя салушы еді. Ал мына жаңадан көшіп келген атанқара нойыс немекен. Аяқ астынан шыға келген шынашақтай шалдың бас көзге қарамай төпелеп кеткеніне шамданғаны сонша, қолынан шелегін жұлып алып, ашумен аз дегенде 60 метрге лақтырып кеп жібереді. Теректей ұзын жігіттің жағынан тартып кеп жіберуге қол жетпеген қарт, үйреншікті қаруынан айырылғанға көне қойсын ба, шелегіне қарай тұра жүгірген. Бірақ ашу деген ит қой. Сол иттің соңынан ұмтылған шалғыбай қарт жете алмай қан қысымы көтеріліп мұрттай шыпты.
Оның аузы мұрнынан кеткен қанды көргенде су ұры кәззаптың зәресі ұшып, дереу көршілеріне айтады. Содан дәрігер, полиция. Ойға шомған кемпір осы күнге оғып-бұғып селбесіп жеткен зайыбын кінәлауға қимай аз кем аңырып тұрды. Сөйтіп тұрып әр жерден зақым келіп, іші сырты майысқан, бояулары ойдым түсіп, ішінара жалбыраған шелекті іші жақтырмай қалғанын білсе де абыржымады. Арғы жағынан әлде бір ашуы еснеген тәрізді. Қораның бұрышына жамбастап құлаған ескі шелекті жек көріп, іштей жазғырды. Енді қайтеді. Ашуланса бітті, шалының қолы жыбырлап шелекті іздейді. Біреумен тәжікелессе болды, үйге жетіп кеп шелекті іле кетеді. Оған ауылдастар да үйреніп үлгерген. Шал шелекпен келсе төбелеспей кетпейтінін бәрі біліп алған. Тым құрыса даңғыр еткізіп не иықтан, не құйрықтан бір салып қалады. Бір жақсысы бастан ұрмайды. Басы былғанып қалатынын біледі. Тентекпен тентек боламыз ба деген байырғы момын ауыл шелектен таяқ жегенді намыс көріп, әңгімені ушықтырмауға тырысады. Әйтсе де естіген елден ұят, бірдеңе ғып осы шелектің көзін құртқан дұрсау. Ел жұртқа күлкі болмай. Қораның бір қараңғы қуысына немесе ауланың түкпіріне жасырса, күндердің күні бәрібір тауып алады. Біреуге берейін десе, мықиған жаман шелек кімге керек? Бұған не істесе рауа? Қайда тықса кен? Бір жаққа апарып тастайын десе, ол да қауіпті. Үйірілген шалы кенеттен кеп қалса көріп қояды. Атақты қаруынан айырылған қартының қабағынан қар жауып, тілдеп жүрмесіне кім кепіл? Осы сен жай шелек емессің. Түрт шайтан түрт деп шатаққа шақыратын шайтан шелексің ау деп дағдарып тұрды да қолын бір сілтеді. Үшкіл күректі сырылдатып сүйрете барып, бақшаның бас жағынан бос жер іздеді. Күректі басып көріп еді, топырақ жұмсақ екен. Дегенмен тізеден аса шұқыр қазғанға әжеп тәуір шашаңғырап қалды. Күректің сабына сүйеніп, қайтсем екен, шелек шалға, шал шелекке ілесіп, екеуі 2 жылдай төбелеске қатысты. Осы соңғысымен қояма жоқ па? Бір күні қата тимей бата тисе, ойбай-ай атама, ол жоқта бір лажын табу керек. Қораның жанына қайта барды. Өзімен өзі қаннен қаперсіз мыжырайып тұрған миқы шелекті алып шұңқырдың қасына келді. Өстіп жүріп тағы бірдеңе бүлдірерсің. Біздің отағасыны құтыртатын не бәлең бара? Әлде әзәзілмісің? Не болса да саған жердің бетінде орын жоқ. Ешкімді қот-қоттамай жердің астында көрінбей жатуың керек деп тыжырынды шелекті шұқырға көмуге кіріскенде. Көміп тастағаны дұрыс болдау. Іштей тоғайып үйге беттеді. Енді қайтып төбелесер екен. Екеуіне де сауап болды. Езу тартып келе жатыр еді, кенет әлдекім шелек қайда деді. Кемпір қалт тоқтады. Шалының даусы. Мәссаған, ал жейін дегенсің бе? Төбелесем десең қолға ілгетін нәрсе көп емес пе? Енді көдей-сөдей қоқыр-соқырды ұн салатын ақ шелекпен тасимыз ба? Кемпеш, ал жейін депсің ау. Расында да шал ауруханадан келгесін өстіп мазақ қып жүрер. Бекерақ көмген екем. Іштей күбірлеп кері бұрыла бергенде, амансыз ба апа? Құлақтаныс дауысқа елең етіп бұрылғанда, Нұржанның ыржиып келіп тұрғанына еріксіз таңданын қырады. Бірдеңе боп қалды ма деп іштей секем алғанын білдірмей, шүкір деп мүдірді. Сізге бір өтінішпен кеп тұрмын. Нұқан қипақтап, оң қолындағы шелекті сол қолына одан керісінше ауыстырды. Керегің помидор қияр ма, сұрамая қала берсеңші? Жо апа, о жағы өзімде де бар. Мына жаңа шелекті сізге келдім. Су жаңа, ішінде шай қанты өрік мейізі бар. Кемпір сәп салып таңдана қарады. Жай ма? Осыны сізге берсем, ескі шелегіңізге айырбастасам деп келдім. Ойбой шырағым, әкегеніңе рахмет. Онсыз да бере салам ғой. Сосын шал жүрсін, жыннан айырылған бақсы құсап. Қайтып төбелесер екен. Нұқан қарқылдап күліп жіберді. Атамыз төбелесті кәсіп қымағанда шелекті кім білер еді? Ешкімде ондай атам заманғы шелек ауыл түгіл ауданда жоқ боп, атағы аспандап тұр. Кәйтіп, шелекті лақтыратын әлгі ұзын тұра менің көршім. Бағана сол кепті. Мектепте ауылдық музей ашылады екен. Соған үйлеріңде
қажеті шамалы ескі бірдеңе болса әкеңдер. Өткен кезеңмен тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын салыстырамыз депті тарихтың беретін мұғалім. Әйелім қызым үшеуміз ары қарап, бері қарап, ескі ештеңе таппадық. Сосын осы үйдің шелегі есіме түсе кетті. Ұмытпасам, тамтығы қалмаған ескі сияқты еді. Барып сұрауға ұялып тұрмын. О кісінің ауруханаға түсіп қалғанына мен кінәлімін ғой. Қалай сұраймын деді. Тәйірі сол ма? Шал бүгін ертең кеп қалар. Кегесін сөйлесіп көрейін деп, көңілін демдеп жібердім. О кезде әйелім анадайда жүрсе де сөзімізді естіп қойыпты. Анау кеткен соң қалбалақтап жетіп келді. Саған не болды? Жақсылық жасағыш болсаң, алдымен өз үйіңе жасамайсың ба? Ұлың кешелі бері ескі бірдеңе тауып бермейсіңдер деп торсылдағанда жарыла жаздап жүр. Өткен айда ғана алсақ та тозып қалған сенің өкшесі тесік қара нәскейіңді көрсетіп ем, шала бүлінді. Оны қайтып апарам деп. Сөнен кейін 10 жыл бұрын алғанымыз есіңде ме? Әбден желінген өкшесі сыртына қарай мыжырайған бәтеңкеңді көрсетіп ем, мынау жыртық қой, шуаштың иісі мүңкіп тұр. Мұны қалай апарам деп жыларман болды. Айналайын-ау, ескі керек деген өзің ғой. Бұл болмаса менің ескі жыртық халатым, әкеңнің құйрығы жамау, екі шалбары, қолтығы сөгіліп, сарғайып кетсе де киюге жарап тұрған жаңбыр суға ақсұр плашы бар. Ол аз десең, түгі қырқылып, жылтырап қалған, қотыр-қотыр ойма тас, ескі андатыр тымағы бар. Ол жарамай жатса, жағасы мен жеңі ептеп жыртылған бірнеше жидесі тап-таза. Әне, шиқылдақ шипанерде ілулі. Таңдағаныңды алшы айналайын. Сенен аяғанымызды ит жесін десем, мұның бәрі ескі емес деп қиғылық салғаны. Бері қарашы бері, қалай ескі емес, көріп тұрсың ғой. Осы үйде жаңа ештеңе жоқ, бәрі ескі. Таңдағаныңды алшы тегі десем, тулай түседі. Бұдан да ескісі керек. Мен тумай тұрғанда, сіздер өздеріңіз тумай тұрғандағы ескісі керек. Қарағыма онда ескінің бәрі түте-түтесі шығып, өртеліп кеткен. Әжелерімізден қалған мыс самаурын, мыс шәугім, ожау, жез құмандарды өткен ғасырда әлгі өтілші орыстың кәмпейтіне айырбастап жібергенбіз білмей, баяғыда. Неге айырбастадыңдар деп шала бүлінді. Сенің сұрайтыныңды қайдан білдік? О кезде өзімізде баламыз. Жарайт балам, қиналма. Әкең бірдеңе табар деп, қу әйелім салмақты маған қарай аудара салды. Сонымен жаңағы естігенім бар, әйелімнің айтуы бар, сіздердің ескі шелек ойынан кетпей қойды. Қалдығыз не дерін білмей мүдірді. Мә ала ғой деп, тап қазір бірден бере алмайды. Шелекті көміп тастағанын біліп қойса, күлкіге қалады. Қарағым, ертең келе қойшы, қайда жатыр екен тауып қояйын. Мына жаңа шелекті қалдырып кетейінші. Ол қайда қашат, ертең келсеңші. Жарайды апа. Нұқан қуанып, үйіне кеткеннен кейін мәссаған, ескі шелекке мінекей екеудің көзі түсті. Әні міне дегенше тағы біреу кеп қалама. Оған не айтамын деп, кемпір дегбірсізденіп бақшаға асықты. Жан-жағына қарағыштап, сасқалақтаса да, асығып үсігіп, шелекті қайта қазып алды. Қораның қасына апарып, сулы шүберекпен жұққан топырақты сүртіп, әбден тазалап бақты. Байғұсай, сенің де ұсқының қамапты ғой. Баяғыда шалы соңғы екеуін алып үлгірдім деп, әлдеқандай қып әкеп еді. Шақар шал ол кезде құйындай ұйтқып тұрған жас жігіт. Алғаш көргенде ұната қойған жоқ. Сықпыты біртүрлі тосын бөтен көрінді. Мұрнының үші ілмектелгендей салбыраңқы. Қастарының түйіскен тұсы жай тұрғанда енеленіп пісіп алардай. Ал сөйлегенде тікірейіңкіреп, секіріп-секіріп ұмтылуға бейім. Тап қазір ілмек мұрын иімейіп, төмен түсіп кетсе, соны аңдағандай қастары да аршып, соңынан қуып беретіндей. Іштей бір мырс етіп күлгенде қойған. Бірақ кілтипаны кішірек қоңырқай дөңгелек түйме көздері. Аңдып қарайды, шамына тисең шап етуге дайын. Бостан-босқа қаппайтын, бірақ қапса, оңдырмайтын шақар иттің көздерінен бір аусашы. Қайда қашса да, қанша бұлтарса да, құтқармайтындай көрінген сол көздер шүйіліп, қыр соңынан қалмап еді. Көнбей көнетін, қыз кезімнен әдетін демекші, көніп құтылудан басқа амалы қалмаған. Оның үстіне ол кезде таңдайтын ер азаматтар жоққа тән.
Соғыстан кейін еді ғой. Содан ба әйтеуір күндердің күнінде еріксіз жібіген. Бүкіл ұсқыны атылып, тап берердей шүйіліп тұратын бәкене жігіттің жымиып қарағанда, сығырайыңқырай қалатын көз жанарынан көңілге жайлы бір жылылықты аңғарып іші уылжыған. Тойдан кейінгі қызылды жасылды күндердің бірінде сен үшін көп іздедім дегені қайдан ұмтылсын. Еске түсе беретін сонау күндердің жалғыз куәсі осы шелек қана. Әттеген-ай, бұл да қартайды. Сонау алыста бұлдырап қалған күндерді көрмегендер үшін бұл шелек қоқысқа лақтырып тастайтын ұсқынсыз бірдеңе ғана. Шал да қартайды. Әйтпесе шелекті іліп алып, ілігіздеп кете ме? Алматыдан әкелгелі бері 55 жыл өтіпті. Біреуі ақыры тесіліп жоғалды. Әлпештеп сиыр сауғанда ғана жаратып, күтіп ұстамаса, мұның да көзі баяғыда құритын еді. Апа, амансыз ба? Селкете қалды. Саңқ еткен ашық дауыс бейтаныс. Қалай келгенін байқамапты. Қарсы алдында төбесі көк-тіреген ұзын жігіт серейіп тұр. Құдайға шүкір. Апа, сіздерден кешірім сұрайын деп келдім. Мен қалаубаймын ғой. Әнеу күні ойда жоқта нетіп, атаны бірден ауруханаға алып кетіп, нете алмай қалдым. Шыққасын келермін деп жүргем, мұрша болмай Нұханнан естідім, ертең шығады екен. Огысы жоқта алдымен сіздің алдыңыздан өтейін, сізден кешірім сұрайын деп келдім. Кешірім сұрасаң, осы уақытқа дейін қайда жүрдің деген сұрауын көмейінде тұншықтырған кемпір мән-жайды бірден түсінді. Болар іс болды, оның өзінен қой бәрі. Бұрында қой дебем тыңдады ма? Ақыры әніки, 1000 асқанға бір тосқан деген сол. Дегенмен апа, менікі дұрыс болмады. Атамыздың бүкіл ауылды сабайтын әдетін білмеушем. Оның үстіне еш уақытта ешкімнен қашып көрмеп едім. Құдай атып, өзімді өзім ұстай алмай, алдарыңызда ұятқа қалдым. Сондықтан біріншіден басым дейіп кешірім сұраймын. Бопты, өзінен сұрарсың. Барлай қараған кемпір біріншіден дегесін екіншісіне не айтпақшы деп ойлап үлгерді. Апа, бер қараңызшы. Қалаубай қолына салмақтап ұстай келген екі қытайы ақ қаптың аузын буған капрон жіпті асықпай шешті. Екіншіден, мынау Германияның цептір деген кәстрөлдері өте қымбат, табылмайды. Мұндай ыдыс құдай білет, осы ауылда ешкімде жоқ. Мынау міне 2 жаңа шелек. Оған қоса мынау бір қойдың ақшасы. Әкем-ау, мынауың көбейіп кетті. Мұның бәрі не үшін? Кімге әкеп тұрсың? Сіздерге, апа, сіздерге кешірім сұрап. Қой шырағым, мұны шал естісе, одан әрі елдірмей ме? Ұрғаныма осындай мол тарту беретін болса, мәсаған деп бүкіл ауылды қырып салар. Бізге беріп қойып, өзіңнің балашаңа не қалады? Қой айналайын, бұларды жарқыратып не қылам? Кәстрөл өзімізде де бар ғой әйтеуір. Қам жемеңіз апа, менің кәсібім бар қалада. Мәселе бұлай, ауылдың мұражайында көне заттар тапсаңдар әкеліңдер, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына байланысты бұрынғымен салыстырамыз депті мұғалім. Сонда шелекпен қайтып салыстырады. Қалаубай сасып қалды. Сонысын білмедім, шелекпен адамды салыстырама, қаланы салыстырама, соны өздері де нетпейтін шығар. Тәуелсіздік қандай екенін көргісі келсе, менің 3 қабатты үйіме келмейтін нес? Астанадағы 5 бөлмелі пәтерімді, Алматыдағы 4 қабат коттеджімді суретке нетіп алып, музейге іліп қойса, пожалуйста демеймін бе? Ол аз болса, су жаңа 4 машинамды көрмей ме? 4 машинаң бар ма? Астапыралла, Совет үкіметі болса, соттатып жібереді. Міне апа, өте дұрыс айтасыз. Тәуелсіздіктің арқасында өміріміз өстіп, осындай керемет емес пе? Не істесеңіз де өзіңіз білесіз. Кемпір не дерін білмей бас изеген болды. Қызымның өтінішімен қаланы аралап, көне заттар сататын антиквар дүкеніне барайын деп едім, осы ауылдікі керек деген соң тоқтап қалдым. Санап көрсем, ауылда 200 үй бар екен. Сұрастырып байқадым. Мұражайға қоюға лайықты нәрсе ешқайсысында жоқ. Сол себепті бұлай нетіп сізге келдім. Кемпір сасқалақтап алақандарын жайды. Ой, ондайды мен қайдан табам? Қап бұрын келмеген бала едің, ұялып қалатын болдық-ау. Саспаңыз апа, сіздердің ескі шелек менің іздегенімнің нақ өзі. Өткенде лақтырғанда байқап қалғам. Көтек, енді қайттым.
Осы жаңа ғана Нұханға берем деп қойып ем, ертең кел деп ем. Біздің үйге бірінші рет кеп тұрған баласың. О жаман шелекті қайтесің, жүре ғой, шай айналайын. Апа, шай ішіп отыратын уақыт жоқ. Күтіп тұрған кісілер бар. Асығыспын. Қазір сөздің заманы емес, істің заманы. Нұхан бірден алып кетпеді ме, өз обалы өзіне. Мен сізге бір шелек емес, міне талай шелектің құнын бергелі тұрмын. Кеше қаладағы антиквар деген көне заттан сататын дүкенге бармағанда ескінің қадірін білмейтін едім. Көп жыл бұрынғы ескілердің бағасы удай екен. Міне, мыналар сізге. Егер тап осы қазір біреу келіп, менен асып түсем десе, мен кассаға барып тағы да ақша келемде, бәрібір асып түсем. Так что ойланыңыз. Кемпір сасқалақтап қақпа жаққа қарағыштады. Не Шалы, не Мұқан, әлде басқа біреу кеп қалса, мына қыспақтан құтқаратындай көрінді. Айналайын-ау, апаң не дерін білмей тұр. Алдымен келген Нұханнан ұят болады ғой. Қысылшаң сәтті дереу пайдаланғысы келсе де, сақтық ойлаған Қалаубай әдептен аспауға тырысты. Апа, саспаңыз, әркім ең алдымен өз жағдайын ойлау керек. Сіздер бай емессіздер, Нұханда адамның баласы. Ескі шелектің өткеніне ол да қуануға тиіс. Әрине, егерде сіздерге жан ашыса, деп сөзінің аяғын салмақтап қойды. Мыналарды қалдырып кетейін, ертеңге дейін ойланыңыз, абыржымаңыз. Қоя тұрайықшы шырағым, ертең Шалым кеп, маған ұрсып жүреме кім білет? Қалаубай күлімсіреді. Шелекке болама, қайта қуанады апа, арқаңыздан қағады, көресіз ғой. Жаны ашса деп іштей қайталады кемпір Қалаубай кеткеннен кейін. Арасында да Нұхан жақсақ жігіт, ренжи қоймас. Бірақ бұл әңгімені әлгі жынды Шалы естіп қойса, әй, неге екі сөйлейсің, а? Кімді кеңкелес қыласың, а? Қартайғанда тиын сауған саудагер болайын деп пең деп, үсті-үстіне ақырып жүрмесе, әлде үй кемпешім, бұған қалай ақылың жетіп жүрей, деп таңғалып сүйсінер мекен. Құдай, Шалың болса бір пәле, жоқ болса мың пәле. Бәрінен де жақсысы қыздарына бір-бір кәстрөлден берсе, үлкен қызына үлкенін, кішілеріне кішіректерін берсе, ұлдарына бір-бір жаңа шелектен, ақшаға қой сатып алып, жіліктеп бөліп берсе, пай-пай бір жырғап қалар еді. Осы ойына елігіп жүріп, әзірлеген кешкі ботқасының дәмділігіне сүйсініп ішті. Жастыққа бас тигенде тағы да балаларын ойлады. Құлдықтарым-ай, қалада пәтер жалдап, итшілеп жүрсіңдер-ау. Біреудің қас-қабағына жаутаңдап, кіріптар боп. Тым құрыса, немерелерге ауылдағыдай ойнайтын кең жерде жоқ. Ойыны қанбаған бала аласұрып, ауырмағанда қайтеді. Көзінің алды ысып жасыр кілді. Ауылға қайтсаңдаршы дегісі келді. Жаны ашығандай Қалаубайдың даусы қайта естілді. Ауылда 200 үй бар. Мәс саған, ертең бірінен бірі естіп, топырлап кеп жүрмесін. Іркес-тіркес тағы да. Ой-бой, Нұхан мен Қалаубайға ілесіп, 198 адам топырлап келсе, қалдығыз кемпір жападан жалғыз не істей алады? Бір шелек қайсысына жетеді? Ұятта. Бірін артық, бірін кем көргендей, апырая, қайда тығылса екен? Қораға ма, бақшадағы жүгерінің арасына ма? Қай тесікке кірсе де көп адам таппай қоя ма? Әлбетте табады. Сонда оларға не айтады? Әлде таң атар атпастан бір жаққа қашып кеткені жөн бе? Кеткенмен қайда барады? Өз үйіне бәрібір оралады. Бәрімізді тастап, қайда қашып кеттің деп жүрер. Қараптан қарап, басы қатқан нес. Енді не істесе екен? Қалаубайдың даусы тағы да естілді. Біреу менен асып түсем десе, мен қайта келіп, бәрібір одан асып түсем. Бәтірау, асып түскенде не істемек? 200 үй бәсекеге түссе, қай жеңгенің менікі деп шырт түкіріп, алақандарын ысқылап отыра бере ме? Ой-пырай, ақша деген аяқ астынан өстіп шыға келеді деп кім ойлаған? Алда-жалда 200 үй бірінен бірі асып түсем десе, қайда шырқау мүмкін? Әй, бірақ балаларға үй сатып әперуге бәрібір жетпейді-ау. Болмаса, жаңа көрпе жастық, шиқылдап құлап жатпайтын төсек орын, бір дұрыстау киім-кешек әперуге жетер ме екен? О, шіркін-ай, ондай атты күн қайда? Дегенмен кім білет, ғайыптан тайып, о да боп қалар. Солай болса екен, Шалы келгенде пай-пай, ай осы менің кемпешімнің ақылы көбей деп күлімсіреп, ит көз емес,
қырғи көзінің қиығымен жылышырап қарайтын шығар. Жаман шалмай, жарайсың. Сен болмасаң, бұл шелекті ешкім білмес деді, сұрап келмес деді. Мұражай іздемесе, бүйтіп кәдірлемес еді. Расау, балалар ескіні көрмесе, жаңаның қадірін қайдан білсін? Жынды шалымай, осының барлығы сенің арқаңда ғой. Аман болшы айналайын, жақсылап тұрып, үнді шай демдейін. Сарымайды әйбаттап тұздап қойдым. Ертең табағаннан жабам. Пақ деп риза боласың. Етігіңді тазалап, майлап қойдым. Бірақ соны қойшы, одан да сонша ақшадан бірдеңе қалар-ау. Септір деген кәстрөлді сатса, біреу ала қоя ма? Қанша тұрады екен өзі? Ескі су жаңа шелек бір қойдың ақшасы. Ойбой, оның бәріне не алған жөн? Әй шалымай, осындайда ұйықтап қалмай ақылдасуымыз керек еді. Айтпақшы, саған бір жаңа бәтеңке алайық. Сен болмасаң, қайдағы ақша? Аман есен тезірек келші. Осының бәрі тәуелсіздіктің арқасы емес пе? Әйтпесе, ескі шелекті сонша ақшаға кім алар еді? Алдымен Құдайға, сосын сол шелекті сонау жыл сатып әкелген саған рахмет. Шалын ойлаған кемпір елжіреп, түскиізді бір сипап қойды. Сөйтіп, жымиып жатып, ұйықтап кеткенін білмеді.